Аға, Махмұт аға. Алайда қуанышым ұзаққа бармады. Әкеміз әділет мұнарасына шығуымызды әмір етіпті. Ертегілерде айтылатын шахзадалардың рахат өмірі мүлде өтірік. Біз не таққа отырамыз, не ажал ұқшамыз. Ол күнге дейін біздің үлесімізге тиісті нәрсе қорқыныш пен қайғы ғана. Оны да сол күні білді. Шахзадалардың біреу таққа мінсе, бүлік шығармасын деп әуелі бауырларының жанын алады екен. Заңымызда солай жазылған екен. Ал екінші бір білгенім тіпті маңызды. Ежелгі заңдардың өзі де жүректің ең терең түкпіріндегі мейірімге қарсы тұра алмайды екен. Саған ант етейін бауырым. Күндердің күні таққа отырып жатсам, ешқашанда әкем сияқты болмаймын. Ешқашанда бауырларымды өлтірмеймін. Қашқым келді. Ал әкем осыны көрсін депті. Көріп әр адымын байқап бассым деген екен. Теңіздің үстінде қайықтай қалқып бара жатқан 19 табыт. Ешқашанда ұмытқан емеспін. Сол түн еңсемді езіп, иығымды жаншып жібергендей болды. Тас қараңғыда Әзірейіл әлейхиссаламның демін сездім. Қызметкерлер де жендет кейпіне еніп алды. Аға! Әкем Сұлтан Мехмет хан таудай ағамды өлтірткізді. Қайғырмақ тұрмақ. Қайғыдан құласаң да ешкімнің ештеңесі кетпейді. Мен Ахмет сол күні ғана жүрекке түскен қайғылардың ең ауыры бауырдың қайғысы екенін түсіндім. Үш ай бойы жаһанамда өмір сүрдім. Тыныс ашатын жанға жайлы жаңбырда, көгілдір көктемдегі жапырағын жайған талдардың саясы да бітті. Нұр да жоғалды. Валида Сафия бегім өз сарайына шақырғанда, енді ешқашанда бақытты бола алмаспын деуші едім. Енді ешқашан күлмеспін деуші едім. Сафия бегім менің жайымды қатты уайымдапты. Жалғыз немересін жалтақтатқысы келмеген екен.